Білесіздер, бізде қолданыстағы заңнама бойынша онсыз да фонограмманы пайдаланған кезде ана концерт ұйымдастырушылар ол туралы көрермендерді хабардар етуге міндетті. Бүгін қанша аузын жыбырлатып фонограммамен айтады деп. Бірақ ол ереже білесіздер, бізде мүлдем жұмыс істемейді. Сондықтан біз бұл заң жобасына фонограмманы пайдалануға тыйым салуды белгілеуге бағытталған түзетулер енгізуді ұсындық, бірақ сіздің министрлік оны қолдап отырған жоқ. Енді айтатын бұл жерде сылтау көп, өңірлерде әсіресе техникалық құралдар 70% тозған дейді. Жарайды дедік, біз норманы тағы да жеңілдетіп бердік. Мынандай механизм ұсындық. Концерт залы техникалық құралдармен толық қамтамасыз етілсе, фонограмманы пайдалануға тыйым салынады дедік. Бірақ бұл нормада өтіп отырған жоқ. Мен бір әншінің ән тыңдағым келсе, оны ютубтан да тыңдай алам, дискісін сатып алып, оны көлігімде тыңдай алам, бірақ енді көрермен оны ақшасын төлеп концертке барып отырғаннан кейін неге ол фонограммамен тыңдауға тиіс? Яғни бұл мәселеде олардың желеуі не? Дыбыстық, жаңаға техникалық, сахналық жабдықтар жетіспейді дейді. Дәл осындай желеуді олар 20 жыл бұрын айтқан. 20 жыл бұрын фонограмма осы парламентте қозғалған. Сонда биліктің солқылдақтық, былқылдақтығының арқасынан қолға алынбай қалды, тоқтамай қалды. Тағы да міне алдымызға келді. Енді тағы 20 жылдан кейін де осы әңгімені айтып отырады. Дайын емеспіз деп. Қай кезде дайын болады? Жүзуді үйрену үшін суға түсу керек. Суға түспей шапқылап жүре бергісі келеді олар. Мына министрлік, сендер сол жаңа артистердің сойылын соғып жүрсіздер. Фонограмма тоқтату керек. Айтысты жанды дауыспен айтамыз, жырды жанды дауыспен айтамыз, ал жаңағы өлең айтуға келген уақытта оларға техникалық көмек керек екен. Мен түсінбеймін жұмыс тобының әріптестеріме. Неге біз сол министрліктің айтқан уәжіне қарай кейін қарай шегіне береміз? Оларға техникалық мүмкіндік жоқ, тағы бірдеңе жоқ деп. Олардың проблемасы ол. Алсын, олардың бәрі деген бай. Сол жаңағы өлең айтып жүргендердің бәрі. Әрқайсысын тойға шақырса, бәленбай $1000 ақша төлейсің. Бір аппаратты алып қою оларға проблема емес абсолютно. Звук режиссерлар да бар олардың. Әрқайсысы деген бір жерге баратын болса, маңдай тізім жасайды. Билетін алып беруің керек. Бизнес класспен ұшу керек. Олардың деген райдерлер бар өздерінің. Анан ішпеймін, мынан ішпеймін деген.